Ассалаумағалейкум достар. Жұмыс барысында сізде осындай жағдай кездесуі мүмкін. Капоттың астында осындай датчиктердің разъемдары, мынандай проводтары кеуіп қалған, қатып қалған. Жұмыс барысында шешіп жатқан кезде осылай түбіне сынып қалады. Осындай жағдайлар кездеседі, жиі кездеседі жалпы. Осыны сізге қалай қалыпқа келтіретінін қазір таныстырып өтемін, иншаллах. Алдымен бұны жасамас бұрын өзімізді ыңғайлы болу үшін дұрыстап тазалап алғанымыз. Ішінде сары пластик бөлек алынады. Оны былай көтерсек шығатын нәрсе. Бұл жерде пластмастың атқаратын рөлі әр үш контактының төбесінде бекіткіш болады. Орысшалап айтқанда фиксатор дейді ғой. Сол фиксатор болады. Сол фиксаторды осы пластмасс ұстап тұрады, әрі қарата қозғалып кетпеу үшін. Мұнда осыны ұстап тұрған фиксатор болады. Ал бұндай фиксаторларды ашып, контакт шығаратын арнайы өзінің құралдары бар. Бірақ бұндай құралдар көпшілікте бола бермегендіктен қолымызда бар құралдармен жасаймыз. Ал егер бұндай құралдар болмаса, еш проблема жоқ. Қолыңызда бар құралдармен жасай беруге де болады. Ең бастысы асықпай, тиянақты, ұқыпты жасауымыз керек. Қазір мына контакт шығарып алуымыз керек. Сондықтан мына фиксаторы шамалы, бірақ тиянақты жасау керек. Сынып кетуі мүмкін. Шамалы жоғары көтерсек. Фиксаторды ұстадық. Ұстап тұрмын қазір мен. Дауысы белгілі. Осы аралыққа салып, ұстап, мына контакты итереміз. Жүрген сәтте былай шығады. Енді міне осылай қолға алғаннан кейін мына жерін ашып, мына проводымыз шығарып, басқа проводты пайкілейміз. Ең алдымен тазалап алайық. Мына резинаны байқаңыздар, бұл аралықта тұрады. Резина араға май, су өткізбеу үшін тұрады нәрсе. Осыны жоғалтылмасақ болғаныңыз жақсы. Алдымен проводымызды дайындаламыз. Проводымызды осылай ашып, изоляциясын. Мында сұйықтық бар, LT120 дейтін. Соны бұла жағып. Проводымызды дайындап болғаннан кейін контактке пайкілейміз. Контактқа да LT-ді жағып. Жаққанда мына ортасын жағамыз, мынаны жақпаймыз. Себебі мана резинаға кедергі болады. Бұлай пайкілеп болғаннан кейін резинамызды саламыз. Содан кейін барып, екі шетін бекітіп жабамыз. Міне, Аллаға шүкір, біздің проводымыз дайын. Енді манаға штекерімізді орнатсақ болады. Мана бастап кезде айтып кеткендегідей, мына фиксатор тұратын бетін жоғары қаратамыз. Осы жағдайда саламыз. Бисмилlah. Тағыдан нақтырақ түсінікті болу үшін екінші проводымызды жасап көрейік. Достар, айта кетейін, егер мынандай бірнеше провод болса, алдын ала проводтың түстерін бір жерге жазалғаныңыз дұрыс болады. Жұмыс барысында асығып жасап, содан кейін
проводтардың орындарын ауыстырып кетуі мүмкін. Мына проводты болғасын біз тартып алуға жеңіл болады бізге. Мынада провод болмағасын екі қолмен мынадан көтеріп, фиксаторын ұстап, мынадан отверткамен итеріп, солай шығарып алсақ, мына екіншісінде провод болғасын бізге жеңіл болды. Контактымыз дайын, енді пайкілейміз. Сұйықтығымызды жағамыз. Контактқа жағамыз. Енді үшіншісін ауыстырамыз. Бисмилла. Міне Аллаға шүкір, жұмысымыздың нәтижесі осындай. Аллахтың мейірімен осылай әдемі шықты, алхамдулилля. Енді иншалла орнатамыз орнына. Міне достар, Аллаға шүкір, бекіттік. Штекері жалғадық. Енді орнатамыз. Құрметті достар, егер біздің бұл ақпарат сізге пайдалы болса, арнамызға тіркеліп, еңбегімізді бағалап жіберіңіз. Басқаларға да пайдасы тиетіндей көпшілікке таратып жіберсеңіз, келесі жолы осындай қызықты, пайдалы ақпараттар көргіңіз келсе, арнамызда қоңыраушаны басып кетіңіз. Иншалла келесі жүздескенше.